Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздердің сабақ беру барысындағы тәжірибелік қорларыңызға Quiz Wizard платформасын ұсынғым келіп отыр. Мүмкіншіліктерін қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Ең бірінші, бұл платформаны қалай іздейміз. Бұл платформада жұмыс жасау үшін әрине интернет қажет болады. Барлығы сіздердің сабаққа қалай дайындалғандарыңызға байланысты. Егер дәл сабақ үстіне қажет болса, сабақ үстінде интернет желісі қажет болады. Ал егер үйден дайындап алатын болсаңыз, үйдегі интернет жеткілікті болады, әріптестер. Quiz Wizard деп жазамыз. Бұл біздің платформаның негізгі адресі, мекен-жайы. Так жаздық. Енді бірінші немесе екінші тұрған адреске кіреміз, мекен-жайға. Бұл платформа ағылшын тілінде, ескертіп қояйын. Ағылшын тілінде, егер сіздердің интернет желілеріңізде қолданатын Google немесе Яндекс іздеу желісінде сізде мына жерде Translate, яғни перевод бар болатын болса, сіздерге сайт автоматты түрде немесе осы жерден таңдау арқылы сіз сайтты аударып көріп отырасыз аудармасын. Дегенмен бұл ағылшынша десе де сізге 2 минутта сіздің берген ақпаратыңызға қарай немесе бұның өзінің ішіндегі дайын енгізілген тақырыптарға сай 2 минуттың ішінде сізге бірнеше өте жақсы сұрақтарды дайындап береді. Сіз бұдан уақыт үнемдейсіз, және де сұрақтарды құрастырып жатқаннан уақыт үнемдейсіз біріншіден. Және де ағылшынша сұрақтар сізге қажет емес болса, сол сұрақтарды тақырыбыңызға байланысты табылған сұрақтарды сіз Google Translate-қа салып, өзіңіздің тілге аударып алсаңыздар болады. Сол себепті ағылшынша платформа десек те пайдасы өте, мүмкіндігі өте үлкен деп білемін. Енді бұл платформаға ең бірінші тіркелулеріңіз қажет, яғни регистрация жасайсыздар. Мен өзімде регистрация болғандықтан бірден кіріп кетті, қазір қайтадан сіздерге толық көрсетейін. Мына жерге адрес mail жазасыздар, яғни электронды почталарыңыз жазасыздар. Мына жерге паспорт, парольді жазасыздар, және де арғай жалғастыру батырмасы болады. Сіздер жаңадан тіркеліп жатқандықтан, яғни жалғастыру батырмасын басып, сіз өзіңіздің аты жөніңізді, одан кейін мұғалімсіз ба, мұғалім емессіз ба, студентсіз ба, оқушысыз ба, соны белгілейсіз. Одан кейін жұмыс істейтін орныңызды көрсетесіз, ары қарай регистрация жасалынады. Сосын сол жерде көрсеткен электронды почтаңыз бен пароліңізді жазып, ары қарай осылай платформаға кіріп жұмысыңызды жасай бересіз. Жақсы, енді бұның ішін таныстырып, бұл жүйенің ішін таныстырып өтейін. Егер тағы да қайталап айтам, ағылшынша түсініксіз болатын болса, мына жердегі Translate батырмасын басып, сіз орысшаға аудара аласыз. Және де мына жерде 5 түрлі мүмкіндік берілген бізге тапсырманы, яғни сұрақтарды құрастырудың 5 түрлі көзі көрсетіліп тұр. Сіз кез келген таңдай аласыз. Бізге әріптестерді өшіре салайын, түсінікті болу үшін, себебі ағылшынша мәліметтер шығады. Бірінші тақырып арқылы, яғни сабағыңыздың өтілетін тақырып арқылы сіз іздей аласыз. Мысалы, бізде current болсын. Біздегі пән физика, ағылшынша жазасыздар. Сізге орта буын ба, бастауыш буын ба, мына жерден таңдайсыздар, және де сыныбын көрсетесіздер. Бізде current 8-ші сынып, және жалғастыру батырмасын басасыздар. Енді тағы да қайталап айтайын, мына жерге тақырыпты жазуға қиналатын болсаңыздар, Google Translate-ті қолданасыздар, Яндекс Translate-ті қолданасыздар, әріптестер. Мына жерде пәннің атын жазуға да қиналатын болсаңыздар, Google көмекке келеді әрине.
Енді ары қарай мынау сұрақтарды дайындау. Яғни осы батырмасын басасыздар, мына флеш-карттарды бассаңыздар болады. Так, көрейік енді. Енді ары қарай біз генерировать етейік. Екі минуттан да тез дайындап береді әріптестер сұрақтарды. Міне, көрдіңіздер ме, сұрақтарды бізге дайындап берді. Өзінде бар сұрақтарды. What is electric current? What is SI unit of electric current? Яғни 8-ші сыныпқа қажетті, дәл 8-ші сыныпқа қажетті сұрақтарды тауып беріп отыр, егер мына жерді мұқият қарайтын болсақ. Енді ары қарай мына жерде expert questions деген бар. Яғни біз бұл сұрақтарды жүктей аламыз. Word-ға, Excel-ға, бізге қажетті, тиімді Excel немесе Word өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жүктеп аласыздар, және сұрақтарыңызды қарайсыздар да, ары қарай Word-ға жүктесеңіздер Word арқылы, көшіру арқылы, сосын Google-ға аударып алсаңыздар болады, немесе ағылшын сыныптарына беретін болсаңыздар ағылшынша осы сұрақтармен жұмыс жасай аласыздар, дұрыс жауабымен, немесе ары қарай керектеріңізге жаратасыздар. Өз идеяларыңызға, өз фантазияларыңызға байланысты барлығы. Бұл әдісті мен сіздерге тек сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу мақсатында ұсынып отырмын. Жақсы, келесі мүмкіншілігін көрсетейін әріптестер. Міне мұны дұрыс сұрақ жауабымен көрсетті. Енді құжат дейді. Біз дайын құжатты осы жерге жүктейміз. Яғни Word вариантта өздеріңіздің дайын мәтін, яғни Word-тың ішіне салынған. Немесе ғылыми жоба бола ма, немесе бір әдебиеттен алынған өзінді болады ма, әдебиеттің өзі болады ма, соны саласыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін белгілі бір мәтінді алып Word-ға кликке салып қойдым. Енді соны мына жерге саламыз. Мынандай документ қазір көрсетейін сіздерге. Мынандай құжат. Ішінде electric current туралы, ток күші туралы мәліметтер жазылған. Ол не, оның формуласы қандай, оның қандай типтері болады, ол қалай жалғанады деген сияқты мәліметтер бар, ақпараттары бар. Word. Енді салдық. Енді жалғастыру батырмасын басамыз. Жалғастыру батырмасын бастық. Флеш-карт жасап көрейік. Флеш-карт жасап көрейік. Question answers дегені басайық. Кеттік. Сұрақты дайындап жатыр. 2 минуттан да тез дайындап береді. Міне, дайындап берді. Жаңағы жерден шынымен де тексеріп көрсеңіздер болады. Міне, формуласы қандай? Формуласын дұрыс жазып тұр. Барлығын жақсы құрастырып берген, өте жақсы құрастырып берген әріптестер. Енді бұл сұрақтарды тағы да міне экспорт флеш-картасы деп басып, өзімізге дайын сұрақтарды жүктеп алсақ болады. Міне аударған қайтадан көрсетейінші сіздерге. Міне Word-қа жүктеп алдық. Word-қа жүктеп алдыңыздар міне. Сіздерде сұрақ жауап дайын тұр. Міне, сұрақ жауап дайын тұр. Тапсырмалар дайын тұр.
сіз бұны көшіресіз. Мысалы міне мына сұрақ жауаптарды көшіріп алдыңыз. Google Translate-қа салып көрейік, қаншалықты жақсы аударады. Иә. Электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы интенсивтілігі қалай анықталады? Өте жақсы аударылған. Тек өлшем-бірліктерде кішкене өзгерістер болуы мүмкін біздің пән бойынша. Себебі ағылшын тілінде өлшем-бірліктер кішкене басқаша белгіленеді. Бір әріппен белгілеген кезде аударғанда дұрыс аудармауы мүмкін. В основном өлшем-бірліктерді санамағанда өте жақсы аударылады деп ойлаймын. Келесі әріптестер бізде текст, яғни мәтін арқылы біз жаңағы сұрақтарымызды құрастырып аламыз Wizard арқылы. Біз керекті мәтінді жазып қойдық, мен мына жерге енгізіп қойдым. Қайтадан көрсетсем де болады. Міне мәтінді енгіздік. Енді ары қарай жалғастыру батырмасын басамыз. Бізге не қажет? Сұрақ жауап қажет па? Көбіне сұрақ жауап. Формула бізде жоқ, бұл не бойынша. Жақсы сұрақ жауапты таңдадық. Енді күтеміз. Сұрақты дайындаған. Жалпы бұл платформаны әр пән өз сабағына мүмкіндігінше бейімдеп пайдаланып алса болады. Және де сабақты түрлендіру мақсатында, яғни бір сарынды сабақ өткізбей ізденем деген, сабағымда өте сәтті, жақсы өткіземін деген әріптестерге, жаңашылдықты жақсы көретін әріптестерге өте тиімді платформа деп білемін. Және де қазір көп мектептерде, оқу орындарында әрбір пәнді, оның ішінде жаратылыстану пәндерін, біздің физика пәнін, тағы сол сияқты биология, химия пәндерін ағылшын тілінде өту кіріктірілген мектептерде. Сол себепті бұл таптырмас мүмкіндік, уақыт үнемдеу өте жақсы көрнекілік деп білемін әріптестер. Міне сұрақтарымыз дайын. Алдыңғы әдістер бойынша, көрсетілген бойынша сұрақтарды өздеріңізге жүктей аласыздар. Ары қарай өздеріңіздің мақсаттарыңызға пайдалана аласыздар. Жалпы келесі линк, бұл сілтеме, яғни сұрақтарды, яғни ақпарат көзі қандай сілтемеде орналасқан, сол ақпарат көзінің сілтемесін мына жерге орналастырасыздар да жалғастырып, дәл жаңағы алдыңғы көрсетілген тәсілдер бойынша құрастыра бересіздер. Ары қарай сіздердің уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Келесі аудио және видео, яғни ағылшын тіліндегі аудио форматтағы және видео форматтағы ақпарат көздерін мына жерге алып келіп қоясыздар, және ары қарай өздеріңіздің қажетті, сол аудио форматтағы, видео форматтағы қажетті деген сұрақтарды өздеріңіз дайындап аласыздар. Яғни артық жұмыс емес, аудио, видео форматтағы ақпараттарға уақыт кетіріп жатпай, бірден осы сайтқа сеніп тапсырмаларды, яғни сұрақтарды дайындап, дұрыс жауабымен дайындап алу, бұл өте керемет деп білемін. Жақсы, назарларыңызға рахмет әріптестер. Сау болыңыздар.